арамшөптің тамырының ерекшелігін көрсетейін. Мынау жер қазылған жер. Мына терраса. Мына төбеде арамшөптер өсіп тұр. Енді қараңыздар, тамырлар қайда екен. Мына жерде тұр, мына көріп тұрсыздар. Мына тұр олар, мына. Мынандайлар да бар. Көпшіліктары да. Енді төмен түсе береміз. Мына жерге келген, мына жерге. Ең төмен мына жерден көріп тұрмын. Одан да төмендер бар екен, ана жақта. Міне. Яғни мен есебімде бұл 3 метр ма тұр ғой. Сол үшін арамшөппен дұрыс күресілмесе, олардың тамыры қоректі элементпен суды кәдімгі сіз өсіп отырған ағашқа, өсімдіктерге бермейді. Өйткені тамыр жүйесін көрдіңіздер, олар қандай өте мықты. Басқалар бүйтіп өспейді бұндай дәрежеде, мәдени дақылдар. Арамшөп жердің өз баласы деген осы.